Пушкин атындағы облыстық кітапхана бұл жалпы Өскемен қаласының тұрғындары үшін ғана емес, бұл жалпы республикамыздағы студенттердің, ғалымдардың дамып, осы жерден білім алып, осы жерден өздерінің ғылыми жұмыстарын қорғап, өздерінің жетістікке жету, жалпы өмірдегі адам болып қалыптасу қағидаларын қалыптастырған үлкен ғылым ордасы деп санаймыз. Әрбір осы Пушкин атындағы кітапханадан білім алған, осы жерде өзіндік орнын тапқан азаматтардың барлығы Пушкин атындағы кітапхананы біз өзіміздің альма-матеріміз деп санауға міндеттіміз. Сондықтан 125 жылдық тарихы бар Шығыс Қазақстан облыстық Пушкин атындағы кітапханаға жетістік, амандық, береке, бірлік тілей отырып, білім мен ғылымның альма-матері болып, халықтың жүрегінде сақтала беріңіздер.